15-ші есеп тең берілу үшбұрыштың табаны 2-ге тең, биіктігі 1-ге тең, оған сырттай сызған шеңбердің радиусын табыңыз. Осы шеңберді салыңдар дейді. Яғни асы бізде 2-ге тең болса, демек АК деген 2 асыға тең бізде. Демек 2 көбейтілген 2 1-ге тең деген сөз. Мына жерім 1-ге тең. Сонда бізде тік бұрышты үшбұрыш пайда болды, я? Шешуі. Осы жерден біз АВ-ны тауып алайын. АВ деген түбір астында АК катетінің, бойынша катет болып тұр ғой, табаны болғанмен, ВК-ның квадратына. Демек, 1-дің квадрат қосу 1-дің квадраты бізде болады түбір астында 2. Мына жер 2 түбір асты. Мына жерде түбір асты 2. Демек, қойындар запись басып атырмын. Енді алдыңғы есептегідей радиусын табу үшін барлық қабырғаларын көбейтіп 4 ауданға. Енді бізде аудан жерде болмағандықтан сонда да есеп барысында шығарамыз енді. С бізде АВС-ның ауданын табам. Ол дегенің ВК мен асы табанны көбейтіп 2-ге бөлгенге тең. ВК деген 1, асы деген 2, бөлінген 2, 1-ге тең. Енді мына формулаға апарып қоям. АБС деген барлық қабырғалары түбір асты 2, көбейту түбір асты 2, бүйір қабырға 2-еу тең. Үшінші қабырға бізде 2-ге тең. Бөлімінде 4 көбейту 1-ге тең. Так, түбір асты 2, түбір асты 2, 2-ге тең болады. Көбейту 2, 4. Қысқарып кетсе, радиусы 1 болады. Жауабы радиусы 1-ге тең. 16. Бауыржан үйінен шығысқа қарай 800 километр. А метр жүрді, кейін солтүстікке бұрылып, тағы 600 метр жүрді. Бауыржан үйінен қандай қашықта болды? Яғни, мына жердің А, Б, С ден бұл жерде Пифагор теоремасымен шығады. Пифагорды қолданамыз. Яғни, біз А, Б-ны табу үшін катеттерін қосатын қой. А-сыны квадраттап қосамын Б-сыға. Бұл жерде А-сы деп отырғаным 800 метр. Б-сы деп отырғаным 600 метр. Ал табамын. А-Б тең 800 квадрат қосамын 600 квадрат. Түбірге алайын. 8-дің 2 дәрежесі 64, мұна 2-нөлің 4-0 болады. Қосу 6-ның квадраты 36, 2-нөлің 4-0 болады. Мұна 64-ті 36-ға 100 болады. Артында 4-0 тіркен 1, 2, 3, 4. Сонда бізде 1 миллион деген сан шықты. 1 миллион деген сөз бізде так, бірді қосып 3-нөлін жазамыз деген сөзінде 1000 деген сан 1000 метр шығады. Жауабы АВ 1000 метр. Апаттай, апаттай, опаттай, опаттай. Так. 17. Маржан үйінен батысқа қарай 500 метр, кейін солтүстікке бұрылып тағы 100 метр жүрді. Содан кейін ол шығысқа қарай бұрылып тағы 100 метр жүрді. Маржан үйінен қандай қашықта болды? Яғни, есеп шығару үшін әуелі мына жерде 100 метрден биіктік жүргізем тағы да. Сонда бізде мына жерім 100 метр болды да, 500-ден 100 айсаң, мына жер 400 болды деген сөз. Ал мына биіктік пен мына биіктік екеуі тең, бұл да 300-ге тең болды. Бұл осы жерді табамын. Мына жер А, В, С деп белгілесем. Так, А, С деп отырғаным менде 300 болды. С, В деп отырғаным 400 болды. И А, В-ны табуым керек. А, В-ны табуым үшін катеттерін квадраттап қосамын. Демек, А, С квадратқа қосамын С, В квадратты. 300 квадрат қосылған 400 квадрат. 300-дің 9, 2-нөлің 4-0 болады. 16 деймін да, 4-0 қоям.
сонда 250 мың болады. Көбірасты. 250 деп отырған 25-тен 5 шығады. 2-ні тіркем, сонда 500 болады. Сонда жауабы авы деген 500 метр. Жақсы. 18. Екі кеме порттан шығып, біреуі солтүстікке, екінші батысқа жүрді. Олардың жылдамдықтары сәйкесінше 15 км сағат және 20 км сағат. 2 сағат өткеннен кейін олардың арақашықтығы қандай болады? Солтүстік. Жылдамдығы 20 км сағатына анау батысқа қарай жылдамдығы 15 км сағатына. Ара қашықтығын сұрап тұр ғой бізде. V1 көбейтілген уақытқа, яғни 20-ны көбейтемін 2-ке 40 км. S2, демек V2-ні Т-ға көбейтемін 15-ті көбейтемін 2-ке 30 км. Енді осы жерде S-ті табам. S-ті табу үшін жылдамдықтарын квадраттап қосам, яғни 40 квадрат қосылған 30 квадрат. Пифагор ғой бұл жерде де. 1600, 900, 2500 бола ма? 2500, 2500-ден 50 шығады. Жауабы арақашықтығы 50 км. 9 ұзындығы 12,5 метр баспалдақ үйдің қабырғасы, оның төменгі ұшы қабырғадан 3,5 метр болатын етіп қойылды. Баспалдақтың жоғары ұшы жерден қандай қашықтықта орналасқан? Давайте табайық. А, Б, С. Бізде А-сы белгілі 12,5 метр. С-вы белгілі жайы 3,5 метр. Табу керек А-выны. А-выны табам. Так, бұл жерде мынау мысалы S болса, мынау А болса, мынау В деген сөз ғой. Сонда А-ны бізде формула мынандай еді, А квадрат, Б квадрат, тек С квадрат деп. А-ны табу үшін С квадраттан В квадратты азайтамды түбірге аламын. Соны қолданам. Бұл жерде А деп отырған А-вы, я. Так, А-выны есептеу үшін 12,5-тің квадратынан азайтам 3,5-тің квадратын. 156-да 25 азы 12-де 25-ті. Так, на 25-те 0 болып кетеді. На жерде 4, 4, 1. 144 деген 12. Жауабы А-вы деген 12 метр. Баспалдақтың төменгі ұшы үйдің қабырғасына 6 метр. Қашықта орналасқан 8 метр биіктікте үйдің терезесіне жету үшін оның ұзындығы қандай болу керек? А, Б, С. Так, бұл жерде Б, С 8 метр, А, С 6 метр. Бұның бәрі пифагормен шығып жатыр, я? А-выны табуымыз керек. А-вы деген 8-дің екеуі де катет болып тұр, я? Тікбұрыш тұрған жердің бәрі катет. Қосылған 6-ның квадраты. 64 қосу 36, 100 болады. Бізде 100-ден 10 шығады, яғни 10 метр. Жауабы А-вы 10 метр. Жақсы, сау болыңыз.